Сәлем қыздар, бүгін пирогтың ең оңай түрі және ең жұмсақ зебра пирог жасап сіздерге көрсетемін. Қыздар, осы біздің зебра пирогымызға аз ғана заттар қажет. Үйдегі бар заттар: 3 жұмыртқа, ванилин, 300 грамм қант және майлығы 15%-лық 200 грамм қаймақ қосамыз. Және үстіне ерітілген майды ертіп аламыз. Алдын ала ерітілген майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да. Соңына таман разрыхлитель 10 граммды қосып араластырып аламыз және 200 грамм ұнымызды дайындап қоямыз. 200 грамм ұнымызды сразу үстіне құймаймыз. Оны бөліп саламыз, себебі түйіршіктеніп іртік болып қалмас үшін арнайы елегіштен илеп өткізіп аламыз. Сонда қамырымыз әдемі болып, яғни пышный болып шыға келеді. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз, яғни аз ғана бөлікке какаоны қосамыз. Какао бізде 3 ас қасық. Ыдысымызды маймен, онмен жағып майлап шығамыз, себебі жабысып қалмас үшін, немесе пергамент қағаз, немесе жай маймен жағып шықсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Және де осылай қайталасаңыздар болады. Бірінші ақ, одан кейін қара, осы қамырларымызды құйып шығамыз артынан. Сонда бізде әдемі зебра пирог шыға келеді. Енді арнайы зубочистка немесе спашкенің көмегі арқылы осылай ыдыстан ішке қарай сәндеп шығамыз. Одан кейін керісінше іштен сыртқа қарай осылай сәндеп шықсақ, әдемі гүл секілді, раушан гүл секілді болып шыға келді. Пирогымыз дайын болды. Енді алдын ала ысытылған пешке 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Тез арада жұмсақ, әдемі сәнделген пирогымыз, зебра пирогымыз дайын болды. Осындай ерекше рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Қайырлы күн қыздар, осындай мен сияқты неше түрлі вау дейтін дәмді тамақтар тілеріп пісіргілеріңіз келсе, менің инстаграм парақшамның шапкасында көрсетілген ссылкаға өтіп, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Түрлі рецептер тек қазақ тілінде тек сіздер үшін, немесе YouTube'дан поискқа вау как вкусно деп жазсаңыздар, мені ғажап каналымда табасыздар.